жетім Ғаббас, қазақ халық ертегісі. Баяғыда Тоқтар деген саудагер Ғаббас атты жетім баланы асырап алып, оған сауда саттық үйретпек болыпты. Бір жылы қолына 10 ділда ұстатып, Ғаббасты жәрмеңкеге жіберіпті. Бала 10 ділдаға бір мысық сатып алып келіпті. Тоқтар қанша қапаланса да, бала ғой, бір жолға кешірейін деп үндемепті. Келесі жылы 20 ділда беріп, тағы жіберіпті. Жәрмеңкедегі елдің бәрі қу, жаманын жақсы деп, керексізді керекті деп, бірін-бірін алдайтынды белгілі емес пе? Ғаббасқа тағы да еш нәрсе кезікпейді. Ақыры қайтарында 20 ділдаға бір күшік сатып алады. Оның мына ісі Тоқтар саудагерге тағы да ұнамайды. Сөйтіп ол баланы қуып жібермек болады. Сонда бәйбішесі: ана боламын деп бауырыма басып едім. Ергезегішке дейін деген тағы да бір кешірші деп жалынады. Тоқтар әйелінен аса алмай тағы да кешіреді. Бала мысығымен, күшігімен ойнап жүре береді. Келер жылғы жәрмеңкеде Тоқтар 30 ділда беріп, Ғаббасты тағы да сауда жасауға жібереді. Бала бұл жолы 30 ділдаға бір қаршыға сатып әкеледі. Үйге келген соң саудагер: адам болмай екенсің, енді қайда барсаң онда бар, деп баланы үйінен қуып қаңғыртып жібереді. Мысығын, күшігін, қаршығасын алып келе жатса, алдынан бір мүсәпір адам кездеседі. Амандасқаннан кейін ол Ғаббасқа бір дорба береді. Балам, бұл тері дорбаның аты талыс. Оны басыңа ең бір қиыншылық түскенде ғана ашасың, депті де ғайып болыпты. Одан кейін де Ғаббас көп жүріп, көп қиналыпты. Мысық, күшік, балапан қаршыға үшеуіне тамақ тауып беру қиынға соғыпты. Сөйтіп жүргенде мүсәпірдің сөзі есіне түсіп, аулаққа барып, дорбаның аузын ашып қалса, оның ішінен үлкен бір жылан ысқырып шыға келеді. Бала талып қалады. Жылан: ей жігітім, менің саған зияным жоқ. Көрген кісі талып қалатын әдеті. Дорбаның талыс деп аталуы да сондықтан. Сен мені қапастан құтқардың. Енді ордама жеткізіп сал. Жақсылығыңды жақсылықпен өтеймін, депті. Жарайды, деп бала жыланды дорбаға қайта кіргізіп, арқалап алып ордан іздеп келе жатады. Кенет бір сайдағы шөптің арасынан көп жыланды көреді. Олар Ғаббасты жұтамыз деп тап береді. Бала талыстың аузын ашып қойып еді, әлгілер дорбадағы жыланды көріп, бастарын жерге қойып түгел тағзым етеді. Талыстағы жылан бірінге барып кіріп, одан жалғыз бидай алып шығады. бұл жалғыз бидай дән атасы, байлық көзі. Сенің талысың ғылымның ыдысы ет. Енді талысыңды қолың алып тұрып, қандай тілек мақсатың болса да, тек ойласаң болғаны бәрі де орындалады. Мен Шахмаран деген жылан падишасымын. Мені көрген адам барлық өсімдіктің тілін білет. Демек, сен өсімдіктердің тілін білетін, жаннан асқан диханшы боласың. Байлығың, атағың әлемге жетеді. Бірақ еш уақытта кісі ақысын жеме. Адамға зиян келтірме, дейді жылан. Ғаббас дорбаны ала беріп, мысығым, күшігім, қаршығам не болды екен деп ойлап қалып еді. Көзді ашып жұмғанша олардың қасында тұрғанын көрді. Біраз қайран қалды да, бидайдың кереметі қандай екен деп ойлады. Сол-ақ екен, дән атасы жалғыз бидай жер бетінде шоршып, секіріп билей жөнелді. Оның тұмсығы тиген жерге сол заматта қаулап өсіп, қалың бидай шығып жатты. Ғаббас өскелең егінге су жіберіп, арам шөптерін жұлып баптаса, мысық астықтың жауы тышқандарды құртты. Күшігі күзетті. Қаршығасы егіннің жауы қарала торғайларды жойды. Сөйтіп, жетім Ғаббас жете келе, атақты диханшы, асқан бай болыпты. Ол енді қай жерде панасы жетім, малсыз кедей болса жинап алып, еншілес бауыр, еңбектес жолдас етіп алады. Бара-бара Ғаббас ешбір патшаға тәуелсіз, өз алдына ел болады. Халқы түгел диханшылыққа көшеді. Олар Ғаббасты хан көтеріп, өздеріне көсем етіп санайды. Бір күні Ғаббас серіктерін ертіп келе жатып, тоған басында отырған қазық аяқ, қарға тұмсық кемпірге кездеседі. Мен қайыршымын. Сенің жомарт атағыңды естіп әдейі іздеп келдім.
мені өз қарамағыңа албасыра анаң болайын. деп зарлапты кемпір. Ғаббас кемпірді үйіне келіп, шеше орнына шешем бол, дейді де асырап сақтай береді. Күндерден күн өткенде, бір күні кемпір отырып, Ризық беруші балам, бір жерде қатар 2 күн туып тұрады, соны сен көрдің бе? депті. Ол қайда болады екен? деп сұрапты Ғаббас. Шын машин деген елде. Оның бірі кәдімгі жарық беретін әлемнің күні. Екіншісі өз нұрын сол күнмен таластыратын әйел патша екен. Соған барып сәлемдесіп қайт. Мен бастап апарайын. депті Ғаббас. Оған қалай жетеміз? десе, Ризық берушім, сенде бір жасырын керемет дорба бар ғой. Соны ала жүрсең болған емес пе? дейді кемпір. Бұл кереметті таң қала ойлаған Ғаббас талыста ашып қалған екен, көзді ашып жұмғанша Шин-машин шаһарына келіп түсіпті. Қараса, бұл жердің де күні біреу-ақ екен. Шешеу, күн екеу дегенің қайда? деп сұрапты Ғаббас. Ризық берушім, ол күн тек таңертең шығады. Оған дейін ұйықтап демалайық. дейді кемпір. Сонымен олар ұйқыға кетіпті. Таңертең Ғаббас қараса, талысы да, ондағы дән атасы жалғыз бидай да жоқ. Кемпір мен бір бөтен патша Ғаббасты мазақ қылып күліп тұр. Талыс солардың қолында. Ғаббас өзінің алдауға түскенін сонда бірақ біледі. Бұл кезде мысық, күшік, қаршыға үшеуі бір сұмдықтың болғанын сезеді де, баяғы Шахмаранды іздеп тауып, болған оқиғаны айтып, жәрдем сұрайды. Сонда Шахмаран: Мен бұл оқиғаны біліп отырмын. Мыстан кемпір мен Шин-машин патшасы Талыс пен дән атасын қолдарына түсірдік деп, соған бүгін үлкен той жасап жатыр. Ертең олар сол Талыс пен дән атасының кереметін пайдаланып, бүкіл әлемді бағындырмақшы. Жер жүзіндегі өнерді, байлықты жоқ етпекші. Мен жыланмын. Тез жүріп жылдам жету менің қолымнан келмейді. Бірақ сендер сол Талыс пен дән атасын қайткен күнде де өз қолдарыңа түсіріп, маған жеткізіңдер. Және оны осы түннен қалдырмай тез орындау сендердің Ғаббас алдындағы борыштарың. депті. Достық борышын өтемекке бел байлаған мысық пен күшік жер бетімен зымырап, қаршыға аспанмен самғап, Шин-машинға келсе, патша мен мыстан кемпір дән атасы салынған талысты қолына ұстап, жұртқа көрсетіп, мақтанып тұр екен дейді. Қазір біз бүкіл әлемнің күнін жерге түсіріп, Шин-машин шаһарынан 2 күн шығарамыз, деп даурығады олар. Сол мезгілде аспандап келген қаршыға патшаның қолындағы талысты іліп ала жөнеледі. Құстарын қосып, мергендерін жауып қуған патша қолынан түк те келмей жол ортада қала береді. Қаршыға, күшік, мысық үшеуі кезектесе көтеріп, талысты Шахмаранға жеткізеді. Шахмаран: Жылан екеш жылан, мен де жақсылыққа жақсылық жасадым. Құс пен мысық, күшік те достыққа достық жасады. Баршылықты көре алмау, барлық жандарға қастандық. Құрысын арам ойлы қызған шақтар, депті. Содан бері Шин-машин шаһарының озбыр патшасы мен сұмырай кемпірі құрыпты да, Ғаббас диханшы баяғы қалпында өз елі, өз жерінде дән байлығын молайтып, ғылымның ыдысы керемет талысты мықты ұстап жасай беріпті. Жетім Ғаббастың уәлаят ұрпақтары дәннен құдіретті нәрсе жоқ деп, бидай дәнін аяққа баспай, ол жерде жатса түйе үстінен еңкейіп алып, аяқ асты жатса баспай, құрметтеп теріп алады екен. Сонымен ертегім де бітті, ел мұратына жетті.